Мехраб KZ ислам ақпараттық ағарту порталы ұсынады. Имам Әл-Қудуридің Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша дәрістер жинағы. Ұстаз Ерғали Алпысбай. 54-ші дәріс оразаға қатысты әртүрлі мәселелер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, Абул Хусейн Ахмад Әл-Қудуридің Әл-Мұхтасар атты кітабы бойынша фиқх дәрсімізді жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ораза ұстамай дүниеден өтіп кеткен кісінің жағдайы. Мән мәті ва алейхи саумын. Мән мәті ва алейхи саумын. Яғни ораза қарызы болып, қазасын өтемей, бұл дүниеден қайтыс болып кеткен кісі туралы болады. وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ. وَمَنْ مَاتَ кімде-кім қайтыс болса, وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ. Және бұл қайтыс болған кісінің мойнында қазасы өтелмеген Рамазан айының қарыздары болса. Яғни Рамазан айының қазасы өтелмеген қарыздары болып, бұл дүниеден қайтыс болып кетсе. Енді бұл жерде тек Рамазан айының ұсталмаған қазалары, қарыздары делінген. Шарх кітаптарда тек қана Рамазан айының қазасы емес, сонымен қатар мысалы уәжіп намаздарда, яғни өтелуі міндетті болған, мойында қарыз болып қалған, мысалы каффарат оразалар, немесе сол сияқты нәзір қылып, Алла үшін бір ай ораза ұстаймын деп нәзір қылған, және сол нәзір қылған оразасын ұстамай дүниеден қайтыс болып кеткен болатын болса, осы сияқты Рамазан айының қазасы және де басқа да мойнында қарыз болып қалған оразалары болып, олардың қарыздарын өтемей, қазасын өтемей дүниеден қайтыс болып кетсе, кімде-кім фәуса бихи, және бұл кісі қайтыс болмай тұрып, яғни өлім аузында жатқан кезде өсиет еткен болса, фәуса бихи, ұстай алмаған оразаларым бар, қазасын өтей алмаған оразаларым бар, сол ұстай алмаған қаза оразаларымның орнына фидия беріңдер деп бұл кісі өсиет еткен болса, және негізінде өсиет ету міндетті болады, уәжіп болып табылады, яғни фарыз болып табылады тіпті. Осылай ол кісі өсиет еткен болса, ат'ама анху, оның атынан фидияны береді, уәлиюху, уәли береді. Яғни бұл кісі егер қайтыс болса, бұл кісінің баласы бар болса, сол баласы оның орнына фидия береді. Ұстамаған, қаза болған және қазасын өтемеген қарыз оразалардың фидиясын уәлиі, яғни баласы береді. Баласы жоқ болса, әкесі болса, әкесі береді. Ликули яумин мискинан, ұстамаған әр күні үшін бір мискінге фидия береді. Нисфа саин мин буррин, жарты сақ бидай береді. Әр күні үшін жарты сақ бидай. Жарты сақ бидай дегеніміз ол 1459 грамм бидай. Яғни шамамен 1,5 килограмм бидай. Ау саан мин тәмрин ау шаирин, немесе ұстамаған әр күні үшін бір сақ құрма, немесе бір сақ арпа. Яғни бір сақ бұл 2918 грамм, яғни шамамен 3 килограмм құрма немесе арпа береді, ұстамаған әр күні үшін. Енді бұл жерде мынандай мәселені кеңірек түсіндіретін болсақ, егер қайсы бір кісі сырқаттанып, ол кісі қазаларын өтей алмайтындай жағдайға келсе, және ол сырқаттанған кезде өлім аузында жатқан болса, бұл кісі өзінің қайтыс болатындығына көзі жетіп жақын арада
қайтыс болатындығына көз жеткен болса, бұл кісі өсиет ету керек. Өсиет еткен кезде менің қарыздарым бар Алланың алдында. Егер Алланың алдында қарыздар болатын болса, соларды өтейді. Сонымен қатар құлдарға да қарызы бар болатын болса, басқа біреулерден мал мүлік алып немесе ақша алып қарызданған болатын болса, осылардың барлығын өсиет ету керек. Өзінің мойнындағы қарыздарын төлеуді артындағы мұрагерлеріне, мирасқорларына өсиет етіп кетуі міндетті болып табылады. Енді бұл кісінің Алланың алдындағы қарыздары болса, яғни ұсталмаған оразалар бар болатын болса, қаза болып мойнында қарыз болып тұрған, соларды өтеуді өзінің мұрагерлеріне өсиет етеді. Енді бұл кісі қайтыс болған кезінде артында дүние қалса, дүние мүлік қалса, ол дүние мүлік мұрагерлерінің арасында бөлінеді. Бұл дүние мүлік мұрагерлердің арасында бөлінбей тұрып, сол дүние мүліктің үштен бірінен, дүние мүліктің артында қалған дүние мүліктің үштен бірінен Алланың алдындағы және адамдардың алдындағы қарыздары бар болатын болса, солар төленеді. Сондықтан да бұл кісінің артында қалған дүниенің үштен бір бөлігі қарыздарын жабу үшін бөлінеді. Сол бөлінген артында қалған дүниенің үштен бір бөлігімен бұл кісінің қанша оразасы бар болатын болса, ұсталмаған, мойнында қаза болып кеткен, солар төленеді. Мұны төлеуді мұрагерлерінің ішінен бір кісі мойнына алады. Уәлие, яғни уәлие дегеніміз бұл жерде баласы болмаса әкесі, әкесі болмаса атасы, атасы да болмаса бауырлары деген сияқты өзінің мұрагерлері оның айтқан өсиетін жүзеге асырады. Және өзінің артында қалған дүниеден, және сол дүниеден ұстамаған, қарыз болған оразалардың әр күні үшін бір міскінге 1,5 килограмм шамасында бидай береді әр күнге. Немесе бидай деген кезде қатып қалған дүние жоқ, сол бидайдың ақшасын береді. Немесе қаласа бидаймен есептейді. Бидаймен беретін болса, онда 1,5 килограмм бидайдың құнымен есептейді. Немесе арпадан беретін болса, онда ұстамаған әр күн үшін 3 килограмм арпаның құнымен төлейді. Ал егер бұл кісі мойнында ораза қазасы болып, және сол қазалары бар күйде дүниеден өтіп кеткен кісі тірі кезінде өзінің артындағы мұрагерлеріне өсиет қылмаған болса, менің ораза қарыздарым бар, сол ораза қарыздарымды төлеңдер деп, менің дүниемнің 3/3 төлеңдер деп өсиет қылмаған болса, онда артында қалған мұрагерлері оның қайтыс болған кісінің қарыздарын, яғни ораза қарыздарын төлеу оларға міндетті болмайды. Егер олар өздері өз еріктерімен әкеміздің ораза қарызы бар еді, Алланың алдында қарыздары бар еді, соны төлейік деп олар өз еріктерімен төлейтін болса, ол болады. Бұл табарру, яғни бұл қайырымды іс болып саналады, оларға міндетті емес. Сондықтан олар өз еріктерімен жасаса болады. Бірақ әкелері, я болмаса қайтыс болған кісі өсиет етпеген жағдайда оның артында қалған оразаның қарыздарын өтеу ол кісілерге міндетті болмайды. وَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ Кімде-кім وَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ Нәпіл ораза ұстауды бастаса, яғни нәпіл ораза ұстаса. ثُمَّ أَفْسَدَهُ Кейін бұл нәпіл оразаны аяқтамай бұзса, нәпіл ораза ұстады, бастады, және аяқтамай бұзса, қадаху нәпіл оразаның, яғни аяқтамай бұзған нәпіл оразаны қаза қылады. Негізі нәпіл ораза ұстау бізге міндетті емес, бірақ бастап қойғаннан кейін оны аяқтау міндетті болады. Ал егер оны бастап қойып аяқтамай орта жағынан соңына дейін жеткізбей бұзатын болсақ, онда сол күнгі оразаның қазасын өтеу бізге міндетті болады, уәжіп болады. وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ Сәби, яғни балиғат жасына толмаған баланы саби дейді.
ұл болсын, қыз болсын, балиғатқа толмаған бала, саби балиғат жасына толса, Рамазан айында балиғатқа толса. Ау аслямал кафиру, немесе мұсылман емес адам, мұсылман болса, фи рамадана, Рамазан айында. Саби Рамазан айында балиғат жасына толса. Мұсылман емес адам Рамазан айында мұсылман болса, әмсәка бақиета яумихима. Балиғат жасына толған бала сол күнді соңына дейін өзін оразаны бұзатын нәрселерден тыяды. Мысалы, Рамазан айы басталғаннан кейін бір күні, яғни 10-шы күні дейік, Рамазан айының 10-шы күні бір бала балиғат жасына толған болса, бойында балиғат жасына толудың физиологиялық құбылысы байқалған болса, және осы белгіні көру арқылы ол балиғат жасына толған болса, онда сол уақыттан бастап, түскі уақытта бұл жағдай белгілі болса, онда кешке дейін оразаны бұзатын нәрселерден тыйылуы қажет болады. Сол сияқты Рамазан айында мұсылман емес кісі мұсылман болған кезде, мысалы, таң атып қойғаннан кейін мұсылман болған болса, онда сол кеш батқанға дейін, оразаның уақыты аяқталғанға дейін бұл кісі оразаны бұзатын нәрселерден, оразаның тыйымдарынан өзін тыйып жүруі қажет болады. Енді бұл міндетті ме, міндетті емес па деген мәселе бар. Екі түрлі көзқарас бар. Яғни балиғат жасына толған кезде сол күні соңына дейін, сол күннің күн батқанға дейін оразаны бұзатын нәрселерден тыйылып жүруі міндетті ме, әлде міндетті емес па деген кезде екі түрлі көзқарас бар. Кейбір ғалымдар мұстахаб дейді. Яғни күн батқанға дейін оразаны бұзатын нәрселерден тыйылып жүру мұстахаб десе, екінші көзқарас бойынша уәжіп делінеді. Яғни тыйылып жүруі уәжіп. Васама ма бa'даху, васама ма бa'даху. Және бұл екеуі, яғни Рамазан айында балиғат жасына толған бала, және Рамазан айында исламды қабылдаған алдын мұсылман болмаған кісі келесі күнді ораза ұстайды. Келесі күн оларға парыз болады. Келесі күннің оразасын ұстау оларға парыз болады. Мұсылман болған күнгі ораза парыз болмайды, және балиғат жасына толған күнгі ораза парыз болмайды. Бірақ сол уақыттан бастап кеш батқанға шейін сол күні оразаны бұзатын нәрселерден тыйылып жүреді. Келесі күннен бастап оразаны ұстау оларға парыз болады. Уәләм яқдия яумахума. Уәләм яқдия. Бұл екеуі, яғни Рамазан айында балиғатқа толған бала, жас бала, және исламды қабылдаған кісі, ләм яқдия яумахума. Сол күннің қазасын өтемейді. Яғни мұсылман болған күнгі оразаны, немесе балиғат жасына толған күнгі оразаның қазасын өтемейді. Өйткені ол күнгі ораза оларға парыз болған жоқ. Уәләмә мада. Және бұрынғы оразаларды да қазасын өтемейді. Бұрынғы деген кезде алдыңғы күндергі оразалардың да қазасын өтемейді. Мысалы, бір кісі, бір бала, жас бала, Рамазан айының 15-ші күні балиғат жасына толған болса, онда сол күннен бастап келесі күндердің оразасын ұстау оған парыз болады. Және балиғат жасына толған күнгі оразаның қазасын өтемейді, өйткені ол күнгі ораза парыз болған жоқ. Және оған дейінгі күндердің де оразаның қазасын өтемейді, өйткені одан алдыңғы күннің оразаларды оған парыз болған жоқ. Сол сияқты Рамазан айында мұсылман болған кісі де Рамазан айының 15-ші күні мұсылман болған болса, мұсылман болған күнгі ораза оған парыз емес, және соған дейінгі күндерде оған парыз емес. Сондықтан мұсылман болғанға дейінгі күндердің қазасын өтемейді. Бірақ одан кейінгі күндердің оразасы ол кісіге парыз болады. وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ. Кімде-кім Рамазан айында талып қалса. Талып
есін білмей жатса. Ләм яқдил яумәлләзи хадаса фихил игмау. Ләм яқди, бұл кісі қазасын өтемейді. Әл-яум әлләзи хадаса фихил игма, талып қалған күнгі оразаның қазасын өтемейді. Мысалы, Рамазан айында бір кісі таң ертең ораза ұстады, ниет етті, ораза ұстады. Сосын біраз уақыт өткеннен кейін таң ертеңгісін немесе түскі уақытта бұл кісі талып қалды. Талып қалды, және кешке дейін талып жатты. Немесе бірнеше күн талып жатты, 2-3 күн. Қай күні талған болса, сол күнгі оразаның қазасын өтемейді. Себебі ол кісі Рамазан айының оразасына бастады. Таң атқан кезде оразасын ұстады. Және талып қалды. Одан кейін ешнәрсе жеген жоқ. Ораза дегеніміз не? Ораза деген нәрсе ол Рамазан айында оразаны бұзатын нәрселерден тыйылу, яғни ішіп жеуден тыйылу, жыныс қатынастан тыйылу. Бұл кісі тыйылды ма? Сол күнгі нәрседен тыйылды. Ниеті бар ма еді? Бар еді. Таңертеңгісін ораза ұстауға ниет еткен еді. Олай болатын болса, бұл кісінің сол күнгі оразасы дұрыс. Вақада ма ба'даху. Ал одан кейінгі күндерде де талып жатқан болса, мысалы 2-3 күн талып жатса, онда талған күннен кейінгі күндердің қазасын өтейді. Неге? Себебі ол күндерде іштеңке жеген жоқ, жыныс қатынаста болған жоқ, мысалы оразан бұзатын ешнәрсе жасаған жоқ. Мейлі олай оразан бұзатын ешқандай амал жасамаған күнде де, бірақ ол кісі ораза ұстауға ниет еткен жоқ. Ниет еткен жоқ. Себебі ниет ол оразаның дұрыс болуының шарты болып табылады. Сондықтан да талып қалған күнгі оразаның қазасын өтемейді, бірақ содан кейінгі күндерде де бірнеше күн талып жатқан болса, сол күндердің қазасын өтейді. وَإِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ قَضَى مَا مَضَى مِنْهُ. وَإِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ. Ақыл есі дұрыс емес кісі. Ақыл есі дұрыс емес кісі. Мысалы, бір кісі ақыл есінде кемшілік бар. Ақыл есі дұрыс емес кісілерге, ақыл есі кем адамдарға ғибадаттар парыз болмайды. Намаз оқу парыз емес, ораза ұстау парыз емес. Міне осындай ақыл есі кем кісі, ақыл есі дұрыс емес кісі Рамазан айында ол кісіге ақыл есі дұрысталып, жағы сауығатын болса, мейлі ол Рамазан айында басынан соңына дейін емес, Рамазан айының бір күнінде болсын, егер ақыл есі қалпына келіп, ол сауығатын болса, онда ол кісі Рамазан айының қазасын өтейді. Сол мәселе айтылады. وَإِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ. Мәжнун, яғни жынды, ақыл есі дұрыс емес кісі ақыл есіне қауышса, яғни сауықса, фи ба'ди рамадана, Рамазан айының кейбір күндерінде, тіпті бір күнінде болса да, қада ма мада минху, бұл кісі осыған дейін қанша күн, неше күн өткен болса, сол өткен күндердің қазасын өтеді. Мысалы, ақыл есі дұрыс емес кісі Рамазан айы келген кезде, Рамазан айының 20 күні бойы ақыл есі орында болмай, ақыл есі сау болмай жүрді. Рамазан айының соңғы 10 күні қалған кезде ол кісінің ақыл есі қалпына келді, сауықты, ақыл есі дұрыс болды. Бұл кісі 20 күн бойы ақыл есінің дұрыс болмауына байланысты ұстамаған оразалардың қазасын өтейді. Себебі Құран кәрімде кімде-кім Рамазан айына қауышса, Рамазан айының оразасын ұстасын деген Құран кәрімде. Сол себептен де бұл кісі Рамазан айына қауышқандықтан және Рамазан айында ақыл есі дұрыс бір бөлігінде болса да дұрыс болғандықтан өткен күндердің қазасын өтеу бұл кісіге міндетті болады. وَإِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ قَضَى مَا مَضَى مِنْهُ.
ақыл есі дұрыс емес кісі Рамазан айының бір бөлігінде ақыл есін егер қалпына келсе, онда ол өткен күндердің қазасын өтейді. وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ وَإِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ Әйел кісі Рамазан айында хайыз болса, яғни етеккірі келсе, афтарат, оразасын бұзады. Яғни ораза ұстамайды. Хайыз етеккір келген күндерде ораза ұстамайды. Уақадат, бірақ сол хайыз етеккірге байланысты ұстамаған күндердің қазасын өтейді. Сол сияқты Рамазан айында босанса бір әйел кісі, Рамазан айында босанса және нифас болса, ол нифас кезінде ораза ұстамайды, бірақ кейін қазасын өтейді. وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ Жолаушы кісі Рамазан айында сапарда жүріп, сол Рамазан айы аяқталмай жатып келсе, өзінің тұрғылықты жеріне оралса, أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ немесе Рамазан айында хайыз әйел, етеккір әйел етеккірінен тазаланса, яғни етеккірі аяқталған болса, фи баъдин нахари күндіздің бір бөлігінде Рамазан айында сапарда жүрген кісі күндіздің бір бөлігінде, яғни таң атып кеткеннен соң түскі уақытта, таңертеңгісін, я болмаса күн батпай жатып өзінің тұрғылықты жеріне оралса, сол сияқты хайыз әйел етеккіріне байланысты бірнеше күн ораза ұстамай жүрді. Етеккірінің соңғы уақыты келді және таң атқаннан кейін немесе түскі уақытта немесе кеш батпай жатып етеккірі тоқтаған болса, әмсәка, бұл екеуі тыяд, өздерін тыяды, анит таам, тамақтан тыяд, уашшараб, және сусыннан тыяд, және сол сияқты жыныстық қатынастан да тыяды, бақията яумихима, қалған уақыттарда. Жолаушы кісі негізінде сапарда жүргені үшін ол кісіге ораза ұстамауға рұқсат етіледі. Ол таңертеңгісін сапарда болды. Өзінің үйіне түскі уақытта немесе таң атқаннан кейін барып оралды. Енді бұл кісі сапарда жүргендіктен ораза парыз болған жоқ. Таңның уақытында ол сапарда еді. Немесе әйел кісі таңның уақытында етеккірі бар еді. Соған байланысты ораза ұстаған жоқ. Бірақ таң атып қойғаннан кейін барып, егер несі тоқтаған болса, етеккірі тоқтаған болса, сол сияқты таң атқаннан кейін барып, сапарда кісі еліне оралса, қалған ораза парыз болмаған болса да, сол күнгі оразаны ұстау оларға рұқсат етілген, сол күнгі оразаны ұстамау оларға рұқсат етілген болса да, бірақ сапардан келгендіктен және әйел кісінің несі етеккірі тоқтағандықтан қалған уақытты ораза тыйым салынатын, оразада тыйым салынған нәрселерден тыйылу арқылы өткізеді. Ешнәрсе жемейді, ешнәрсе ішпейді және қосылмайды. Күннің қалған уақытын осылай ораза ұстаған сияқты өткізеді. Себебі бұл уақыт, ол оразаның уақыты және уақыттың құрметіне байланысты, Рамазан айының құрметіне байланысты оларға, осы екі кісіге қалған уақыттарда ешнәрсе жемей, ішпей, оразаның тыйым салған нәрселерден тыйылып өткізуі уәжіп болып табылады. وَمَنْ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ وَمَنْ تَسَحَّرَ Кімде-кім сахур тамағын ішсе, сәресін ішсе, وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ تَطْلُعْ ол ойлайды, أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ تَطْلُعْ әлі таң атқан жоқ деп ойлап, яғни бір кісі әлі таң атқан жоқ деп ойлап, сәресі тамағын ішсе, أَوْ أَفْطَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ немесе أَوْ أَفْطَرَ аузын ашса, وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ күн батып қойды деп ойлап. Бұл екі мысал бар. Бір кісі таң атқан жоқ деп сәресі тамағын ішсе, екінші мысалда бір кісі күн батып қойды, аузы ашатын уақыт болды деп ойлап, аузын ашып қоятын болса, ثُمَّ تَبَيَّنَ
кейін анық белгілі болса, әннәл фәджра қад талаа, таңның атып қойғандығы. Яғни әлі таң атқан жоқ деп сәресі ішкен жағдайда, сәресі тамағын ішкен жағдайда, шын мәнінде негізінде кейін таңның атып қойғандығы, таң атқан уақытта ішкендігі белгілі болса, әу немесе әннә шәмсә ләм тағруб, күн батып кетті деп ойлап тамақ ішіп аузын ашып қойған жағдайда кейін күннің батпағандығы, әлі батпағандығы, күн батпай тұрып аузын ашып қойғандығы анық белгілі болса, қада зәликәл яум, сол күнгі оразаның қазасын өтейді, уәлә каффарата алейхи, және каффарат төлемейді. Каффарат өтемейді. Өйткені бұл жерде қателік бар. Және адам ғалибу зан дейді. Адам өзінің басым ойына жүгінуіне болады. Басым ойды дәлел ретінде алуына болады. Мысалы, мына жерде таң атты деп ойлаған кезде, ол кісіде таң атқан жоқ деп ойлаған кезде, әлі таң атқан жоқ, сәресі іше беруіме болады деген кезде, ол кісіде басым ой болса, таңның атпағандығы турасында басым ой болса, сол басым ойы бойынша әрекет етуіне болады. Бірақ егер қате болып шыққан кезде қазасын өтейді. Сол сияқты күн батып қойды деп, ерте күн батып қойды деп ойлап, басым оймен күн батып қойды деп ойлап, тамақ ішіп, аузын ашып қойған болса, ал шын мәнінде күн батпаған болса, бұл кезде ораза бұзылады, қазасын өтейді, бірақ ол кісі өзінің басым ойына сүйенгендіктен каффарат төлемейді. Каффарат керек болмайды. وَمَنْ شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَتَسَحَّرَ وَمَنْ شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ Кімде-кім таңның атып атпағандығы жөнінде күмәнға түссе, таң атты ма екен, әлде атқан жоқ па екен, нақты біле алмайды, күмәнға түсіп тұр. Мұндай кісіге юстахаббу, мустахаб болып табылады, ән лә етесахара, сахур тамағын ішпеген мустахаб болып табылады. Егер кімде-кім таң атты ма екен, әлде атқан жоқ па екен деп күмәнданып тұрған болса, мұндай кісінің сахур, яғни сәресі тамағын ішпегені мустахаб болып табылады. Фәйін әкәлә, ал егер жесе, фасауму тәммун, ол кісінің оразасы толық. Оразасында ешқандай кемшілік жоқ, толық болады. Себебі бұл жерде таңның атып атпағандығы нақты емес. Бұл жерде түннің әлі жалғасып жатқандығы негізге алынады. Сол себептен де ол кісінің оразасы толық болады. Егер ол кісі таңның атып атпағандығы жөнінде күмәнда болып тұрып, тамағын жесе. Әрине, мұндай күмән болып тұрған кезде сахур, яғни сәресі тамағын жемеген абзал болып саналады. Кішігірім бір мәселе бар, соған да тоқталып өтейік. وَمَنْ رَأَى هِلَالَ الْفِطْرِ Кімде-кім хилал аль-фитр, Рамазан айттың несін, жаңа туған айын көрсе. وَمَنْ رَأَى هِلَالَ الْفِطْرِ Кімде-кім Шәуәл айының жаңа туған айын көрсе, вахдаху, жалғыз өзі, ләм юфтир, оразасын ашпайды. Оразасын ашпайды, яғни ораза ұстайды. Мысалы, Рамазан айының соңына келдік, 29-ші жұлдызы, және ешкім Шәуәл айының жаңа туған айын көрмеген, тек қана бір кісі ғана көріп тұр. Басқа ешкім көрмеген. Бұл кісі Рамазан айының, Шәуәл айының жаңа туған айын көрген болса да, бірақ өз жалғыз өзі көрген болса, ләм юфтир, оразасын бұзбайды. Оразасын бұзбайды, ораза ұстайды. وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ Егер аспанда айла болса, яғни аспан жабық болса, бұлт болып, күн бұлтты болып, я болмаса шаң тұрып, шаң көтеріліп, аспан жабық болса, ләм юқбал фи хилалил фитри илля шахадату раджулин ва имраатайни. Мұндай жағдайда ләм юқбал қабыл етілмейді фи хилалил фитри, Шәуәл айының, Рамазан айының аяқталғандығы және Шәуәл айының жаңа айының туылғандығы жөнінде
тек қана илля шахадату раджулайни, тек екі ер кісінің ғана куәгерлігі қабыл етіледі. Ау раджулин умраатайни, немесе бір ер кісі екі әйелдің куәгерлігі ғана қабыл етіледі. Ва ин лам такун бис самаи иллатун, ал егер аспанда ешқандай илля, яғни аспан ашық болса, аспанда ешқандай бұлт, сол сияқты шаң, тозаң сияқты нәрселер аспанды жауып, жаңа туған айдың көрінуіне ешқандай кедергі болмаса, ләм туқбал, мұндай мәселеде жаңа айдың туғандығын көру мәселесінде ләм туқбал илля шахадату джамъин, бір топ кісінің куәгерлігі ғана қабыл етіледі. Яғни екі адам, бір адамдікі емес, бір топ кісінікі. Қандай бір топ? Яқаул илму би хабарихим, олардың берген мәліметі, олардың берген хабары арқылы нақты бір сенімді бір мәлімет туындайтындай, сенімді бір мәліметке негіз болатындай бір топ кісінің хабар беруімен ғана, бір топ кісінің куәгерлігі ғана бұл мәселеде қабыл етіледі. Сондықтан тек қана аспан ашық болған жағдайда екі кісінің, яғни екі ер кісінің, я болмаса бір ер кісі екі әйелдің куәгерлігімен шектелмейді. Міндетті түрде нақты сенімді мәліметке негіз болатын бір топ кісінің куәгерлігі ғана жүреді бұл мәселеде. Құрметті бауырлар, осымен бүгінгі сабағымызды тәмамдадық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.